мектепте 5000-ға жуық оқушы кәсіби түрде білім ала алатын деңгейге дейін қарастырылған. Суды жер астынан өзі ала алады. Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі таныстыратын жобамыз тақырыбы бұл қашықтан басқарылатын пилотсыз трактор. Бұл трактордың мақсаты ауыл шаруашылығында ауыр жұмыстарды адам көмегінсіз қашықтан пилотсыз басқару. Яғни бұл трактор пульт арқылы басқарылады. Сәлеметсіздер ме? Біздің мектебімізге қош келдіңіздер. Бүгінгі менің ғылыми жобам экосистем көмектелері. Бұл күннен энергия алады және ол ноутбукпен қолданылады. Сәлеметсіздер ме? Бұл менің жобам баги водотөр. Бұл көлік кедергілерді жылдамдық арқылы өтуге арналған. Сәлеметсіздер ме? Бұл менің жобам әуе аппараты квадрокоптер. Бұны ұялы телефонмен немесе пультпен басқаруға болады. Менің моделім пультпен басқаратын модель. Бұны неше түрлі әуе аппараттарына қолдануға болады.